Бүгінгі сабағымыз 10-шы сабақ. Ад-дарсул ашыр, ал-матар, аэропорт, таиратун, самолет, сулламу таиратин, яғни самолетқа мінетін баспалдақ, джанаха таир, джунах дейді, джанах дейді, джанаха таиратин, самолеттің қанаты, тайярун, құш-құш, мудифун яғни қонақ күтуші, официант деп айтса да болады. Мудифун қонақ күтуші. Тәзкирату таиратин самолеттің билеті. Джавазу сафарин паспорт. Дабиту джавазат. Дабиту джавазат дегеніміз ол паспорт тексеруші. Паспорт тексеруші, яғни біздерде пограничный служба. Әр жерде әртүрлі, яғни дабиту джавазат, яғни паспорт полицейі, паспорт тексеруші полицей. Хаммал жүк итеруші, жүк көтеруші, грузчик біздермен айтқанда. Хаммалун грузчик. Келесі сөздерді қайталаймыз. Ат-таирату тахбиту. Самолет түсіп жатыр, яғни қонайын деп жатыр. Тахбиту қону. Ат-таирату тоқлиу. Самолет ұшып жатыр, яғни тоқлиу ұшып жатыр. Сондықтан да түзетін кезде ат-таирату тахбиту деп айтылады. Ұшып баратқан кезде ат-таирату тоқлиу деп айтылады. Келесі суретте ад-дабиту яфхасу джаваз ас-сафар. Паспортный контрольда, яғни полицей. Ад-дабит, яғни полицей. Яфхасу тексеріп жатыр. Джаваз ас-сафар. Джаваз сафар паспорт. Полицей паспорт тексеріп жатыр. Бәкрун ясаду ас-сулама. Бәкір баспалдақпен көтеріліп жатыр. Ясаду көтерілу. Келесі сурет, зонтиктің суреті. Милаллатун. Милаллатун. Зонтик, қолшатыр. Келесі суретте. Ас-сулламу амамат таира. Баспалдақ ұшақтың алдында. Амама алдында. Ас-сулламу амамат таирати, яғни баспалдақ ұшақтың алдында. Келесі суретте. Ас-сайярату вара ат-таира. Ас-сайярату вара ат-таирати. Машине ұшақтың артында. Вара'a ұшақтың арты, яғни вара'a арты деген сөз. Демек екі сөз білеміз. Амама алдында, вара'a артында. Ас-сайярату вара ат-таирати. Машине ұшақтың артында. Түсінікті. Келесі суретте әр жерге елге қонған кезде, келген кезде біздер бір қағаздар толтырамыз. Сол секілді дәл осы біздер қазір баяндап айтатын боламыз. Біріншісі паспорт агенси, яғни араб тілін алатын болсақ, Ал-Мамлакатул Арабиятус Саудия, яғни өзінің елі. Уикалат Узарат Дахилия, яғни мына жерде қай елге келсең, мысалы Ал-Мамлакат Арабиятус Саудия, соның елдің қағазын толтырасыз. Сол кезде басында Ал-Мамлакату Ал-Арабиятус Саудия деп жазылады. Және Уикалату Узарат Дахилия, ішкі істер министрлігі, яғни ішкі істер министрлігінің өкілеттілігі деп айтылады. Екіншісі Ал-Джавазат вал-Ахвал Мадания, паспорт және көші-қон департаменті деп айтсақ болады. Біріншісі толтырамыз. Біріншісі family name деген жерде исмул аиля, яғни исмул аиля сенің тегің дегенде бізде фамилия айтылады. Исмул аиля текті айтылады. Сосын ал-исмул камил. Исмул камил full name деп айтылып тұр. Исмул камил ол жерде көбіне ол аты мен әкесінің аты айтылады. Аты мен әкесінің аты. Исмул аиля тегін айтылады, тегін айтады. Ал-исмул камил
өзінің аты және әкесінің аты. Әл-Джинсия дегеніміз ұлтын айтылады. Әл-Джинсия, соны жазасыңдар. Мәкәну ва тарихул милад, туған жері және тарихы, туған тарихы, яғни туған жері және туған тарихы жазасыздар. Рақмул жауаз, паспорттың нөмірі. Әл-Мурафиқун, яғни ана жерде адрес деп жазылып тұр, бірақ әл-Мурафиқун, яғни бірге келушілермен, яғни жанында жүрушілері, бірге кіммен бірге келді. Мүмкін адрес деген мағынасы, бірақ жоқ. Әл-Мурафиқун біздерде қасында ерушілері бар ма деген сөз. Әт-тауқиъ дегеніміз қол қою. Келесі битақат усул дуббат. Битақат усул жаңағы біз айтқан төрт бұрыштегі ағылшынша арабша болған қағаз, соны толтыру. Битақат усул дейді. Яғни келген кездегі толтырылатын қағаз. Битақату усулин дейді. Дуббатун, добит ол бір полицей. Дуббатун бірнеше полицейлер, яғни көпшілік түрі. Енді біздерде аэропортта болған кезде лаухатул мауаид деген болады, яғни рейстердің нөмірі мен уақыты туралы білуіміз керек. Соны келесі кестеден көресіңдер. Біріншісінде усул, яғни келу жазып отыр. Келу. Соны айтатын болсақ, оң жағынан бастаймыз. Ал-усулу, келу, яғни келетін рейстерді туралы айтылады. Яғни біздерде аэропортта барғанда көреміз, келетін рейстерді жазады бірінші, кейін ұшып бара жатқан рейстерді жазады. Енді бұл тек келу рейстерін айтатын болсақ, ал-усул арабша келу. Рихлатун, рейс. Мин деген қай жақтан, яғни қай бағыттан ұшып келе жатыр деген сөз. Мин, яғни дан, ден, тан, тен секілді жұрнақ біздерде. Каирден деген сияқты. Қай жақтан ұшып келе жатыр. Енді қараймыз. Ал-усулу, жету. Нешеде дейді? 9:50-де. 9:50 жазылып тұр ал-усулдың астында. Қандай рейс? 302-ші рейс. 302-ші рейс. Қай жақтан? Минал Қахира. Қахирадан, Каирден. Яғни 9:50-де 302-ші рейсте Каирден келеді. Екінші астындағысы 11:20-да ал-усулу 11:20-да. Рихланың номері қанша? 801. 801-ден Рума, яғни Римнен келеді. Римнен мин Рума. Түсінікті, келетіндер осылай қараймыз. Оң жағында ал-усул уақыты жазылып отырады. Ортасында рихла дегеніміз сағат, мин деген қай бағыттан ұшып келе жатқандағысы. Енді мына жердегі ағылшынша ол жаңағы aerial, FN, from деген ол бізге керек емес. Дәл соның ағылшыншасы. Енді мұғадаратун ұшып бара жатқандар, ұшып бара жату, кету деген мағына. Әл-мұғадара. Қараймыз, әл-мұғадара 5-тен 10 кеткенде. Рихла 130. 130-ші рейс. Қай жақтан? Ал-Қахира. Қахирадан. Түсініктірді. Төдеге әл-мұқсат. Иля деп жазылып тұрады көбінде. Келесі әл-мұғадара 6-да. Яғни 6-да 700-ші рейс. Қай жаққа? Лондонға. Лондон. Түсінікті бұл, усул, мұғадара. Келесі сөздер жаттап аламыз. Ал-усулу, келу, рихлатун, рейс, мин, бір жерден иля, сол жаққа қарай. Сосын не? Лаухатул мауаид, яғни рейстерді қарайтын табло, битақат усул деген сияқты сөздердің бәрін жаттап аламыз. Келесі тадрибаттар. Тадрибул ауыл бірінші жаттығу. Рихлатун, сапар. Уақтун, уақыт. Рақмун, нөмір. Нөмірді рақм дейді.
Матарун аэропорт. Таиратун самолет. Сулламун баспалдақ. Джунахун қанат. Тайярун ұшқыш. Мудифун қонақ күтуші, яғни официант. Тәзкиратун билет. Джаваз сафар паспорт. Дабитун полицей. Джавазат паспорт, яғни паспортны отдел деп айтсақ болады. Хаммалун жүк көтеруші. Тоқлиу ұшып бара жатыр, көтеріліп бара жатыр деген мағына. Тахбиту түсіп бара жатыр деген мағына. Усулун жету. Лауха табло. Әл-мауаид уақыттары. Мизаллатун қолшатыр. Амама алдында. Вара'a соңында, артында деген. Дуббатун полицейлер, көпшілік түрі. Келесі суреттегі сөзді екеуін сәйкестендіреміз. Таиратун бұл не? Самолет. Оның тұсына сәйкес суреті көріп тұрсыз. Джаваз сафарды тауып береміз суреттен. Матар аэропорт тауып береміз суреттен. Тоқлиу сөзін тауып береміз суреттен. Келесі жаттығу ат-тадрибу ат-салис. Усулун деген қызыл сөздермен жазылған оң бағанадағы. Солардың қайсысы? Усул деген сөзді тауып береміз келесі бағанадан. Ол оңай, бірақ біздің мәселеде біздер бұл сөздердің бәрін жазып, қайталап, практикада өткіземіз, жаттаймыз деген сөз. Бірақ біздің мақсатта бұл сөздердің бәрін жаттап, жазып, жаттап аламыз. Усулун, джавазатун, усулун, рақмун, әл-жинсия. Әл-жинсия дегеніміз ұлт. Мұғадаратун, кету. Лаухатун, табло. Сафарун, сапар. Мұғадаратун, кету. Тахбиту, түсу. Әл-мауаид, уақыттар. Әл-мауаид, уақыттар немесе орындары. Мұғадаратун, кету. Хаммалун, грузчик. Тәзкиратун, билет. Тарих, уақыт дегенге де келеді. Әл-исм, есім. Джанахун, қанат. Матарун, аэропорт. Тарихун, уақыт. Әл-миладу, туылған күні. Әл-жинсияту, ұлты, яғни ұлты немесе қай жақтың азаматтылығы деген мағына. Әл-миладу, туылған жері немесе уақыты. Егерде біз тарихул милад деп айтатын болсақ, ол туылған күні деп айтамыз. Ал мәканул милад деп айтатын болсақ, онда туылған жері деп айтамыз. Запы әл-милад жаңағы туылған деген мағына келеді негізі. Бірақ жаңағыдай тарихул милад және мәканул милад болады. Әл-исм, есім. Рақмун, нөмір. Мизаллатун, қолшатыр. Амама, алдында. Вара'a, артында. Тоқлиу, көтеріліп бара жатыр. Келесі сөйлемдерді бірге орындаймыз. Ат-тардиб ар-раби'a, төртінші жаттығу. Ад-дабиту яфхасу джаваз ас-сафар. Қайсы сәйкес келеді? Осы қызылмен жазылған сөйлемді осы астыда қарамен жазылған сөзмен сәйкесіндегі қайсысы? Бәкрун яфхасу джаваз сафар. Жоқ, бұл емес. Ат-табибу яфхасу ал-маридо. Бұл емес. Демек соңғы ад-дабиту яфхасу джаваз сафар. Полицей паспортты тексеріп жатыр. Яғни негізінде бұл оңай, бірақ біздің мәселеде біздер бұл сөйлемдердің барлығын өзіміз жазып алып, оқып бірнеше рет қайталаймыз. Келесі. Ар-раджулу яс'аду ала-сулами. Ер адам баспалдақпен көтеріліп бара жатыр. Яс'аду. Ад-дабиту астында. Ад-дабиту яс'аду ала-сулами. Полицей баспалдақпен көтеріліп бара жатыр. Ар-раджулу яс'аду ала-сулами. Оны біз қайталадық жаңа. Ар-раджулу я'кулу ва яшрабу. Адам жеп және ішіп жатыр. Келесі бағана.
Ar-raculu yaqra'u tezkiretis safar. Yani er adam өзінің билетін оқып жатыр. Yaqra'u оқып жатыр. Tezkiretis safar. Yani сапар билеті деген сөз. Ar-raculu yaqra'u tezkiretis safar қайталанды. Ar-raculu yaqra'u javaz safar. Паспортын, ер адам өзінің паспортын оқып жатыр. Ад-дабиту yaqra'u javaz safar. Полицей паспортты оқып жатыр. Түсінікті. Бұл сөйлемдердің бәрін оқып, жаттап қайталап аламыз. Ат-тадрибул хамис, 5-ші жаттығу. Ғайн әрпінің басында, ортасында және әртүрлі харакатпен келгенде оқылатыны. Ғайн, ғарбун, өттік, батыс. Юғлиқу, жабу. Әл-муғадарату, кету. Сағирун, кішкентай. Түсінікті. Келесі хамза, және айнды салыстыру. Әмәлун, амалун. Айырмашылық бар. Әмәлун, амалун. Әмәл бір нәрсеге үміт ету. Амал, ол амал, жұмыс. Ан, жай харфтар, әннің өзін күшейту мағынасы. Ан деген бір жерден деген мағына. Сәәлә, сұрау. Сәәлә, жүтелу деген мағына келеді. Сәәлә, түсінікті. Келесі, мутәәллимун, мутәәллимун. Мутәәллимун, яғни бір нәрсе ауырып, сөйтіп, бір жанып, не істеп отқанда айтады, ауырып отқанда. Мутәәллим, үйреніп жатқан адамдар. Оқушы десе келеді. Мутәәллим, ятәәллим, яғни үйреніп жататын адамдар. Қара'a, оқыды. Қара'a. Қара'a дегеніміз нәрсені ұру. Қара'a дейтін болсақ, бір нәрсені ұруды, барабан сондай нәрсені ұруды айтады. Қара'a дейтін болсақ, жаңағыдай шашы жоқ болатын адамды қара'a. Таз болды деген мағына. Дейді, қара'a бір нәрсені ұру. Жаттығуда хамза мен айнның айырмашылығын ғана білсек болды. Қара'a, қара'a. Жа'a, жа'a. Жа'a, жа'a. Келді, жа'a деген аш болды. Имаратун, белгі. Имаратун, имаратун. Имаратун, имаратун. Айн, имаратун. Ғимарат. Түсінікті. Осыларды бәрін қайталап жаттап аламыз. Ат-тадрибус сәбия, 7-ші жаттығуда келесі кестедегілерді толтырамыз. Мысалы, Әл-Мамлакатул Арабиятус Саудия, Сауд Арабиясы корольдігі. Yani Әл-Мамлака корольдігі. Yani Әл-Арабия, Араб, Әс-Саудия, Сауд. Уикалату Визарату Дахилия. Уикалат дегеніміз бір комитет, yani бөлімше деген мағына. Визарату Дахилия, ішкі істер министрлігі. Соның мағлұматтарын толтырамыз қазір біздер. Әл-Жавазат вал-Ахвал Мадания. Әл-Жавазат, паспорт, отдел, вал-Ахвал Мадания, және жаңағыдай көші-қон полициясы дегенге келеді біздің мағынамен. Келесі мағлұматтарды оқимыз. Исмул айла, тегі. Әл-Исмул камил, толық есімі, яғни өзінің есімі, және әкесінің есімі. Әл-Джинсия, ұлты немесе азаматтылығы. Макану ва тарихул милад, туған жері және тарихы, туған күні. Түсінікті де? Макану ва тарихул милад дейтін болсақ. Рақмул жаваз, паспорт нөмірі. Әл-Мурафиқун, бірге келушілер. Рақымда адрес деп жазып қойыпты. Әт-тауқи, қол қою. Келесі жаттығуға көшеміз. Ат-тадрибус сәмин. Ра әрпінің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакатпен келуі. Раджулун, ер адам. Риджлун, аяқ. Рұқсатун, рұқсат. Рариру. Келесі ат-тадрибус тәсә, 9-ші жаттығу. Дәл әрпінің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакатпен келуі. Дәурақун, садырун, ясаду. Басында, ортасында және соңында келеді. Көрінді. Келесі. Раджулун, курсиюн, сарирун.
рариру. Яғни дәл сол тек алдындағында фатқа кәсірі даммамен харакатпен келу болса, бұл енді басында, ортасында, соңында көрсету. Әт-тәдриб ал-ашир 10-шы жаттығу. Сулламут таирати, ұшақтың баспалдағы. Соны жазып шығамыз. Және оған бір мысалдар келіп сөйлем құрастырамыз. Мысалы, хада сулламут таирати, немесе ад-дабиту яс'аду сулламут таирати, немесе ад-дабит ар-раджулу яс'аду ала сулламут таирати деп сөйлемдер құрастырамыз. Ад-дабиту яфхасу жаваз ас-сафар, полицей паспортты тексеріп жатыр. Соны жазамыз. Және осы сөздерді қолданып сөйлемдер құрастырып жаттығамыз.